Өңірде тың жоба қанат қақты. Осакаров ауданында қуаты 500 мегаватт болатын елдегі ең ірі жел электр станциясының құрылысы басталды. Жобаның құны 600 миллион доллардан асты. Бұл өңірді энергетикамен қамтамасыз етумен шектелмейді. Басты кезекте бастама Қарағанды облысының энергетикалық келбетін өзгертуге бағытталған. Осакаров ауданы инвестициялар мен жаңа технологиялар үшін тартылыс нүктесіне айналды. Мұнда Қазақстанның ірі жел электр станциясының құрылысы басталды. Жобаны Самұрық Энерго Қытай компаниясымен бірлесіп жүзеге асыруда. Ал болашақ нысанның іргетасына билік пен бизнес өкілдері уақыт капсуласын салды. Важное событие для нашей области. Біздің аймақ үшін маңызды оқиға. Біздің облыс индустриалды. Әйтсе де салада энергия тапшылығы бар. Сондықтан жаңа өндірістерді ашу үшін көп энергия қажет. Бұл жоба жаңа жұмыс орындарының ашуға мүмкіндік береді. Жаңа электр қуатын арттыруға жол ашады. Сарыөзек ауылы маңында 63 заманауи жел қондырғысын орнату жоспарланып отыр. Әрқайсысының биіктігі 120 метрді құрайды. Қалақтарының ұзындығы 80 метр. Бұл Қазақстандағы осы үлгідегі ең ірі нысан болмақ. Бұл бастама China Energy компаниясымен стратегиялық ынтымақтастығымыз аясында жүзеге асырылуда. 2025 жылдың желтоқсанында біз Түркістан облысында қуаты 100 мегаватт болатын күн электростанциясының құрылысын бастаған едік. Бүгін біз серіктестігіміздің келесі кезеңіне қадам жасап отырмыз. Жоба озық технологияларды қолданысқа енгізеді. Заманауи жел қондырғылары қолданылатын болады. Өндірістік үдерістерді басқару жасанды интеллект негізінде жүзеге асырылады. Вот в эксплуатацию запланирован. Нысанды 2029 жылдың 1-тоқсанында пайдалануға беру көзделіп отыр. Жалпы Сауран Энерго жалпы қуаты 11,4 гигаватт болатын 25 ауқымды инвестициялық жобаны іске асыруда. Биыл біз жалпы қуаты 4,8 гигаватт болатын 10 жоба бойынша EPC келісімшарттарына қол қойды жоспарладық. Жыл басынан бері 6 жоба бойынша мердігерлер құрылыс жұмыстарын бастады. Құрылыс кезеңінде шамамен 600 жұмыс орнын ашу жоспарланған. Нысан пайдалануға берілгеннен кейін оны қызмет көрсету үшін тұрақты жұмыс орындары құрылмақ. Жоспар бойынша станция жылына шамамен 1,8 миллиард киловатт сағат электр энергиясын өндіреді. Жанбота Рахметуллаұлы, Мұрат Қабдуллаұлы, Роман Капулов, Сарыарқа телеарнасы.